Қайырлы күн. Бүгін балдарымыз сүйсініп жейтін творогтан жасалған пончик дайындаймыз. Бізге қажетті 200 грамм творог, 2 жұмыртқа араластыра отырып саламыз. 100 грамм қант, 3 ас қасық сұйық май, 1 шай қасық қопсытқыш, қалауыңыз бойынша ванильді қант, 2 ас қасық қаймақ, шамамен 300-350 грамм ұн саламыз. Жұмсақ масса шығу үшін. Тестіміз дайын. Аздап ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жаямыз. Тестімізді қатты қағылмаймыз. Кез келген ыдыспен пончиктің формасын келтіріп аламыз. Қызып тұрған майға пончиктерімізді салып, баяу отта пісіреміз. Пончиктеріміз дайын. Әсіресе творог жемейтін балдарыңыздың өзі сүйсініп жеп қоятын болады. Менің каналым ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерге қызықты рецепттермен бөлісемін.